Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бүтін тауық етін печкада пісірудің жолымен бөлісетін боламын. Ыдысымызға аджига, паприка, қара бұрыш және тұзымызды салып аламыз. 20 грамм чесногымызды сығып саламыз. Қай заттан қанша грамм керек екенін описание бөліміне жазып қоямын. 20 грамм имбирді де жаңағыдай чеснок сыққышпен сығып аламыз. Әрине өз қалауларыңызша теркамен де өткізіп алсаңыздар болады. Елу грамм апельсинімізді сығамыз, яғни апельсиннің 1/4 бөлігі. Және де 20 грамм петрушкамызды осылай қолмен майдалап саламыз. 30 грамм соя тұздығын құямыз. Осылай мариновкаға керек барлық дәмдеуіштерді салдық. Енді үстіне 100 грамм сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды осылай бүтін тауықтың үстіне құйып шығамыз. Барлық жеріне толық жағылу керек. Көріп тұрғандарыңыздай тек сыртына ғана емес, ішіне де салып шығамыз. Дәмдеуіштерді сіңгенше 1,5-2 сағатқа қоямыз. Картобымызды видеода көріп тұрғандай бөліктерге бөліп, керегінше тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Екі сағат мариновкада тұрған тауығымызды печканың формасына орналастырамыз. Мариновкадан артылғанын картопқа араластырамыз. Алдын ала қыздырылған 200 градустағы печкамызда 1,5 сағат пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Қып-қызыл әрі сочный болып шықты. Үйде жасап көріңіздер, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.